Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы Көктөбеге шығамыз. Тема сегодняшнего урока «Выходим на Көктөбе». Бүгінгі сабақта берілген тірек сөздер негізінде сөйлеп үйренесіңдер. Анық айтылған сөзді тыңдап, түсінгені бойынша қарапайым нұсқауларды орындайсыңдар. Берілген тақырыпқа қатысты сөздерді тауып, сөйлеу барысында қолдануды үйренесіңдер. Жаңа сөздерді қайтала. Повтори новые слова. Аспа – жол, канатная дорога. Толық – полностью. Кіру – войти, вход. Кешен – комплекс. Көтерілу – подниматься. Повтори. Мен аспа жолмен көтерілемін. Сен аспа жолмен көтерілесің. Сіз аспа жолмен көтерілесіз. Ол аспа жолмен көтеріледі. Демалыс және спорт кешеніне кіру. Бірінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап бер. Первое упражнение. Послушай текст, ответь на вопросы. Көктөбе сәулеті әдемі демалыс орны. Көктөбеде демалыс және спорт кешені бар. Көктөбеге аспа жолмен көтеріледі. Ғимараттар кішкентай қораптарға ұқсайды. Дұрыс жауаптарға қара. Посмотри на правильные ответы. Көктөбенің сәулеті қандай? Көктөбенің сәулеті әдемі. Көктөбеде қандай кешен бар? Көктөбеде демалыс және спорт кешені бар. Көктөбеге қалай барады? Көктөбеге аспа жолмен барады. Ғимараттар неге ұқсайды? Ғимараттар кішкентай қораптарға ұқсайды. Екінші тапсырма. Мәтін мазмұны бойынша кестені толтыр. Второе упражнение. Заполни таблицу по содержанию текста. Но здесь нету таблицы. Здесь есть вопросы, да? Первый вопрос. Көктөбе қандай? Көктөбе какой? Какая гора? Көктөбеге қалай баруға болады? Как можно добраться до Көктөбе? Жауабымызды салыстырайық. Давайте сравним ответы. Көктөбе қандай? Көктөбе әдемі. Көктөбеге қалай баруға болады? Көктөбеге аспа жолмен баруға болады. Теперь подумайте, как еще можно ответить на эти вопросы. Үшінші тапсырма. Мәтінді оқы, қою қаріппен жазылған сөздерге сұрақ қой. Третье упражнение. Прочитай текст. Задавай вопросы словам, написанным жирным шрифтом. Енді тексерейік. Давайте проверим. Здесь жирным шрифтом написаны слова демалыс және спорт кешені. Задаем вопрос. Не. Көктөбеде не бар? Что есть в Көктөбе? Демалыс және спорт кешені. Комплекс отдыха и спорта. Биік телемұнара. Биік. Задаем вопрос. Қандай? Қандай телемұнара? Какая телевышка? Төртінші тапсырма. Суреттің орнына сөзді қойып, сөйлем құра. Четвертое упражнение. Составьте предложение, поставив слово вместо картинки. Ал енді тексерейік. Давайте проверим. Мен Көктөбеге аспа жолмен көтерілдім. Мен Көктөбеге машинемен көтерілдім. Мен Көктөбеге велосипедпен көтерілдім. Здесь мы к каждому слову добавили окончание көмектесептік. Не мен, чем.
аспа жолмен. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Назарларыңа рахмет.